Сәлем достар! Жалпы кесек жеуді зерттейтін ғылымды геофатия деп атайды. Мамандардың айтуынша топырақтың құрамында болатын кремний микроэлементтерге өте бай. Тіпті оны ас ретінде пайдаланатын елдер әлі де бар көрінеді. Мысалы Қытай, Үндістан, Египет, Оңтүстік Америкада тұрғындар кесекті аурудан айықтыратын дәрі ретінде пайдаланады. Әлемде кесек пен балшықты дәстүрлі медицинада пайдалану туралы диссертация қорғап шыққандар да аз емес. Алайда қанша пайдалы тұстары болғанымен, бүгінде қаназдық, бауырға құрт пен бүйректегі құмның жиналуының бәрі осыны жеудің салдары көрінеді. Статистика бойынша әйелдер кесекті көп жейді екен, бірақ еркектер арасында да бұған құмарлар жетерлік. Бүгінгі аналардың аңыздағыдай арыстанның жүрегі, аю мен қасқырдың өтіне емес, дүкендерде сатылатын бір кесек топырақ пен борға аңсары ауғаны алаңдауға тұрарлық жағдай деп ойлаймын. Қазіргі таңда кәдімгі адам жейтін кесекті кез келген дүкеннен кездестіруге болады. Оны майдалап көлеміне қарай бағалап та қойған. Кішкентай пакет қалташықтарда босатылатын саз кесектің 3 түрі бар. Бағалары 50, 70, 100, 150 теңге болып кете береді. Алғашқы сары түсті түрі халықтың көп тұтынатыны, сұранысы да жоғары. Ал екінші қызыл түсті сарысынан қымбаттау. Үшіншісі көк түстісі дәмі өте ащы болатын көрінеді. Соңғы екі түрінің сұранысқа аса ие болмағандықтан сатушылар көбіне әкеле бермейді.